Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін тауық қанаттарын духовкада пісіру әдісімен бөлісемін. Осындай қып-қызыл дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен тауық қанаттарын жақсылап жуып аламыз. Содан соң ыдысымызға майонез, кетчуп, тұз, қызыл паприка, қара бұрыш және 2 тіс сарымсағымызды үкіштен өткізіп қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Тауық қанаттарының үстіне құямыз. Тауық қанаттарының барлығына жағып шығамыз. Барлық жағына бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағаттан соң алып, духовканың противіне қойып шығамыз. Қызып тұрған пеште 200 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Міне біздің тауық қанаттарымыз дайын болды. Өте оңай, дәмді. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Сау болыңыз.